молодая пара. Жылына ары кетсек ақ рет көрсететін ЛПшкаммен кездесу үшін осылай пикми бибикамды жудым да, жолға шықтым. Мына келдім, құшақтайын деп атсам, қолыма осын ұстап тұр ғой, ұятсыз де. Сосын машинамды осылай жылтыратып бір түсіріп сендерге көрсетіп қояйын дедім. Мына жерде уже шығып бар жатырмыз үйінен. Негізі біздің бар жатқан жеріміз Қапшағай. Қонаевқа келіп едік, ол жағы ұнамай Дюнаға кеттік. Ода жаңбыр құйып, кәдімгідей найзағай болып жатса, біз Қапшағайда осылай кафепен жүрдік. Не ыстық емес, не суық емес. Еще фон да керемет, кездесіп отырған адамым да керемет десең. Осылай Госушидан сет тапсырыс бердік те, соны күштілеп тұрып жайып, ұрып алдық десең да. Суши бургер жеп көрдік. Кстати, дәмі өте күшті екен. Надо, что Госуши маған рекламаға ақша төлеген жоқ деп өнше отсың. Сөйтіп, кәдімгідей күштілеп әңгіме айтып, ішіміздегі сырларымызбен бөлісіп, шер тарқатып деп кемпірлер жақ сөйлеп кетсең, аяғымды осы аспанға көтеріп қойып демалған жайым бар. Ыстық күннен қарағанда осындай погодада келген прям кайф екен. Себебі қарасандар жел соғып, кәдімгідей күшті болып сергіп қайттық. Ауасы да, суы да барлығы керемет. Әрине жүзе алмадық, себебі өзіміздің жүзгіміз келмеді, атак су жып-жылы болды. Адам да аз келіп жатқан, одан кейін кішкене су тартылғаннан кейін Дюнаға машинамен уже астыға түсуге болады екен. Көргендерің үшін рахмет. Менің күнім осылай өтті.